Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі тақырыбымыз кешірімділік. Кешірімді болу адам бойынан табылатын ең ізгі қасиеттерінің бірі. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Астағфирулла, хузил афва ва мур бил ғурфи ва а'рид анил жахилин. Ей Мұхаммед, кешірімдің жолын ұстан, жақсылыққа әмір ет, және надандардан жүзіңді бұр дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өсиеттерінде кешіріңдер, Алла Тағала сендерді кешірсін және дәрежелеріңді арттырсын деген. Тағы бір хадисінде Алла разылығы үшін кешірген адамның дәрежесін Алла өзі көтереді деп айтқан имам Муслимнің риуаятында. Қазақта кешіре білу кеңдік, кешіре алмау кемдік деген. Шәкәрімше айтылса, біреудің мінін кешірсең, Құдай да сені кешеді. Біріңді қылмай есірсең, төбеңді аяқ теседі. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді. Пейілі жаман адамның орны дайын деседі. Қорытындылап келсек, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде 234 жерінде кешірім туралы айтылады. Адам баласы қадиден тыс болмайды. Кешіре білу пайғамбарлардың қасиеттерінен. Алла Тағала баршаларымызға жұмсақтық, кешірімдікті нәсіп етсін. Кешіре білейік ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.